Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің педагогика және білім беру менеджменті факультетінің студенті Сарбаева Аида Батырханова. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, оқытушылар, студенттер. Бүгін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің жалпы педагогика және білім берудегі менеджмент факультетінің ұйымдастыруымен Құбығұл Бозайұлы Жарықбаевтың 95 жылдығына арналған ұстаздық еткен жалықпас болашақ педагогтерінің байқауына арнайы шақыртылған қонағымыз Жазықова Мақпал Қожағалиқызы. Қош келдіңіз. Құрметті Мақпал ханым, арнайы уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сұхбатымызды бастамас бұрын, алдымен өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, осы оқу ғимаратындағы еңбек өтіліңіз жайында қысқаша айтып тоқталып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті студенттер. Бүгін кездесуіміз өте бір тамаша шараның төңірегінде өтіп жатыр. Ұлы психолог, Қазақтан шыққан ғалым Құбағұл Жарықбаевтың туған күнге арналған шаралардың аясында кездесіп отырмыз. Сондықтан да осындай ұлы тұлғаларды ұлықтап, олардың халық алдында ғылым жолында істеген еңбектерін кейінгі ұрпаққа жеткізу бәріміздің борышымыз болып табылады. Менің есімім Жазықова Мақпал Қожағалиқызы. Осы университетте көптен бері жұмыс істеймін. Соның ішінде қазіргі уақытта педагогика және білім берудегі менеджмент кафедрасына қарасты мектепке дейінгі және бастауышта оқыту кафедрасының доценті болып табыламын. Жалпы осы жоғарғы білімді де осы өзіміздің қара шаңырақ ол кездегі Ақтөбе педагогикалық институтында алдым. Кейін 3-4 жыл мектепте мұғалім болып істеп, тағы да осы институтқа жұмысқа келдім. Жалпы педагогикалық өтілім 40 жылдан асты, ал ғылыми педагогикалық өтілім 30 жылдың үстінде болып табылады. Сізге көп рахмет. Сұхбатымыздың сұрақтарын бастасақ, ғылым жолындағы ғұмыр сіздің жадыңызда осы ортада жұмыс жасаған бастапқы жылдарда қандай әсерлі естеліктермен есте қалды?
сол туралы бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Әрине біздің университеттің көп жылдық тарихы бар. Ол тарихтың ішінде неше түрлі ұлы тұлғалар, білім алған, неше түрлі ғалымдар дәріс оқып, осы жас ұрпақтың санасына әрине тәрбие мен білім, ғылым негіздерін қалауға күш салысқаны анық. Соның ішінде әсіресе танымал тұлғалардың қатарында менің әкем де ұлы отан соғысынан кейінгі жылдары осы Ақтөбе мұғалімдер институты кезінде оның тарих бөлімін бітіріп еңбек еткен. Одан сондай-ақ анам қаншайым да осы филология факультетінде білім алған. Олармен бірге оқыған азаматтардың қатарында көптеген осы облысымызға, республикамызға танымал тұлғалар бар. Ал кейін өзім білім алған жылдары әрине біздің санамызға сол білім нәрін сусындатқандардың ішінде де әрине танымал азаматтар, ғылым кандидаттары, профессорлар өте көп болатын. Олардың ішінде мен әсіресе танымал педагог Лепесов Жалал Лепесовның ертеректе ректор болған Щетинин, Соколовский сияқты ғалымдарды айтқым келеді. 80-ші жылдардың ортасында біздер білім алған жылдары біздерге сабақ берген зиялы қауым өкілдерінің арасында қазірге дейін осы біздің университетімізде жұмыс істеп жүрген Нұртаза Ишанович Абдуллаев, Мадина Жұмағалиевна Қарашолақова, Назия Мәденовна Байғанина сияқты танымал ғалымдар болды. Және олар кейбіреулері әлі күнге дейін еңбек етіп келеді. Солардан алған өнегемізді біз қазіргі уақытта жалғастырып, мінекей осы үлкен тарихы бар Қарашаңырақта қазіргі уақытта жұмыс істейтін профессор оқытушылардың аттарын атайтын болсақ, олар әрине көп уақыт алады. Бірақ солай болса да олардың әрқайсысының еңбектері ерекше осы университеттің әр қабырғасының қалануына, әрбір балаға, шәкіртке білім беруде олардың әрқайсысының орны зор, олардың барлығы үлкен, зор тұлғалар деп есептеймін. Солардың ішінде филология факультетінде көп жыл жұмыс істеп жүргенде мынау танымал ғалым біздің университеттің есімімен аталатын Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың ұлы Есет Құдайбергенұлы Жұбанов сияқты тұлғалар, ректорымыз, бұрынғы ректорымыз, ұстазы деп атауға болады, Арынов Мұхтар Алиұлы сияқты тұлғалардың есімін ерекше атар едім. Сізге көп рахмет. Біраз мағлұматтармен, сондай қызықты ақпараттармен бөлісіп жатырсыз. Сұхбатымызды әрмен қарата жалғастырсақ. Жарықбаев Құбағұл Бозайұлы 1929 жылы Ақтөбе облысы Алға ауданы Көкбұлақ ауылында дүниеге келген. Негізгі ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Сонымен қатар осы біздің педагогикалық ой пікірлердің дамуына, әрмен қарата ілесіп кетуіне көптен көп күш жұмсап, соның этнопсихология мәселелерін көп зерттеген. Енді Мақпал ханым, сізге тағы бір сұраққа келетін болсақ, Құбағұл Жарықбаевтың нендей еңбектерін өмірлік тәжірибеңізде қолданып, болашаққа бағдар ретінде пайдаландыңыз, яғни? Өте жақсы сұрақ. Осындай алып келген мерейтойы қарсаңында әрине ол кісінің еңбектерін тағы да бір рет оқып шығу, тағы да бір рет сол еңбектердің негізгілерінен ой түю бәріміздің міндетіміз деп ойлаймын. 1929 жылы осы Ақтөбе өңірінде, Алға жерінде дүниеге келген ғалым ағамыз әрине соғыстан кейінгі өте бір ауыртпашылық жылдарда өзінің білімін жалғастыру мақсатында Ақтөбедегі осы мұғалімдер институтында оқыған екен. Сол институттан білім алғаннан кейін өзінің туған ауылында мұғалім қызметін атқарғандығы
осы тарихта оның өмірбаянында жазылған. Содан кейін көп ұзамай ол кісі Алматыдағы сол кездегі қазақ мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, біздің қазақтарда өте аз кездесетін психолог мамандығын алған. Сол міне психолог мамандығы оның практикалық тұрғыдан ғана емес, ғылыми тұрғыдан үлкен осы қазақ психологиясын жаңа деңгейге, жаңа жоғары деңгейге көтеруде үлкен ықпал еткені анық. Өзінің естеліктерінде ол кісі кейін мынау ғылыми жолда ізденісте жүрген кезінде Ресейдің ол кездегі Кеңес одағының астанасы Мәскеуде, Украинаның астанасы Киевте, көптеген басқа да үлкен шаһарларда болып, осы психологияның негізін қалаған талай атақты ғалымдармен кездескен екен. Солардың еңбектерінен әрі осындай өте бір адамның өмірі үшін өте маңызды ғылым саласы болып табылатын психологияның оқып білуге қазақ жастарының да мүмкіндігі бар екенін терең түсінген ғалым деп ойлаймын. Сол осы салада алдымен кандидаттық, одан кейін педагогика ғылымының докторы және психология ғылымдарының докторы сияқты атақтарды қорғап, сол еңбек етуінің өзі үлкен білімді тұлға екендігін көрсетеді. Оның ғылыми еңбектерінің ішінде алдымен мынау қазақ ойшылдарының психология ғылымын дамытуға қатысты ой пікірлері, көзқарастары, сонау ерте заманнан бастап одан кейінгі Әл-Фараби сияқты тамаша тұлғаларымыздың шығармашылығын зерттегені, Абай, Ыбырай, Шоқан сияқты тұлғаларымыздың еңбектеріндегі осындай бір танымы терең ізденістер жасағандығын білеміз. Ал тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары ол кісі кезінде репрессия құрбаны болған, әртүрлі себептермен аттары аталмай кеткен алаш азаматтарының шығармашылығын, әсіресе мынау Жүсіпбек Аймауытовтың психология ғылымына қосқан үлесі туралы үлкен зерттеулер, ізденістер жасаған. Сол арқылы әрине атамыз қазақ психологиясының тарихын зерттеуде, қазақтың ұлттық психологиясын жасауда ерекше еңбек еткендігі анық. Сондықтан да ол кісі біздің бар жиған түйгенін өмірден және осы ғылым саласындағы ізденістерінен алған нәтижелерін өзінің шәкірттеріне беруге тырысқан. Көптеген психология оқулықтары, психология терминдерінің орысша, қазақша сөздігін, түсіндірме сөздігін жасаған ғалым ретінде әрине ол кісінің бізге халқымызға бергені мол. Сондықтан да осы айтылған жаңағы бүкіл ғалымдың осы саладағы бүкіл еңбектерін қазір біз жаба келгенімізше өз сабақтарымызда пайдаланамыз. Оның ішінде сол әсіресе халықтық педагогика мен халықтық психологияға қатысты ой пікірлері, мына жеке тұлғалардың ұлттық тәрбиеге қатысты көзқарастары әрине әрқашан біздің сабақтарымызда, біздің жұмыс барысымызда міндетті түрде студенттер арасында талқыланады, қолданылады. Рахмет жауабыңызға. Құрметті Жазықова Мақпал Қожағалиқызы, ұстаздық еткен жалықпас үйретуге балаға деп Абай атамыз айтқандай, ерінбей еңбек еткен еңбегінің арқасында ұстаздар, яғни шәкірттердің жүрегінен үлкен бір орын алады. Сондай біз ұстаздарды нағыз ұстаз деп айта аламыз. Осы педагог мамандығына, яғни ғылым жолына келуімізге, осы жолды таңдауымызға, яғни кім және де қандай бір жағдайлар түрткі болды? Жақсы. Әрине біз мен енді ғылым жолына келместен бұрын ұстаздық қызмет еттім көп жыл. Мектепте жұмыс істедім, осы жоғарғы оқу орнында жұмыс істедім. Ал енді мына жоғарғы оқу орнында жүргеннен кейін шынымен де ғылым қызықтырады, ғылымның әртүрлі салаларынан жауаптар іздейміз. Сондықтан ғылымға бет бұрыс міндетті түрде болатыны анық.
осы ретте сол ғылым мен педагогикалық қызметті ұштастырып жүргеніне шынымен де жүргеннің өзі мен үшін өте бір үлкен мәртебе деп ойлаймын. Себебі педагогикалық қызмет, адам жанының инженері болу шынымен бала кезімнен бергі арманым болды деп айтсам артық айтпағандық болар. Оған әсер еткен алдымен тікелей менің ата-анам. Анам өмір бойы мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беріп, жаңағы еңбек демалысына шыққан адам. Байқайың ауданында танымал тұлға деп айта аламын. Ал әкем әрине көпшілікке таныс, сол кеңес одағының батыры, Ұлы Отан соғысының қанды майданынан сондай ерлік жасап, осындай жоғары атаққа ие болып келген азамат, шындығында да соғысқа кетпей тұрып, алдымен осы мына Ақтөбедегі педагогикалық училищені бітірген екен. Бастауыш сыныптың мұғалімі болған. Сол соғыстың алдында мұғалім болып жүрген жерінен ол өз сұранбай майданға аттанған. Сол майданнан келгеннен кейін сол педучилищеде алған білімінің аздығын түсінген болу керек. Бірден осы Ақтөбедегі мұғалімдер дайындайтын институтты әрі қарай оқуын жалғастырды. Сол институт қабырғасында жүрген кезде екеуі танысып, анам екеуі кейін жария болған. Көп жыл ол кісіге мұғалімдік қызмет атқарды. Байғанин ауданында мектеп директоры болды, аудандық оқу бөлімінің басшысы болды. Кейін советтік басқа да партиялық қызметтерге ауысып кетті. Міне сол кезеңдерді ойлап отырсам, біздің белгілі бір осындай тәрбие алуымызда сол кісілердің ықпалы зор еді. Әсіресе мысалы біздің әкеміз қанша жұмыс басында шаруасы көп болып жүргенмен міндетті түрде айына демейік қояйық, бірақ 2-3 айда бір біздің сабақтарымызға кәдімгі екеуміз сабағымызға кіреді. Сабағымызда кәдімгі біздің жауап бергенімізді партаның артында кәдімгі ата-аналардың барлығы сияқты тыңдап, үйге барып соны жаңағы талдап сабағымызды. Сондай бір өзіндік жаңағы қағидасы болады. Бірақ ол жаңағы сабаққа кірем мен бүгінде ешқашан жұмысқа кірмеген емес. Өзінің қай уақытта болса, қай уақытта келгісі келеді, сменімізді біледі, қандай смен келетінімізді. Соған келіп қатысады. Мұғалімдермен сөйлеседі, пікір алысады. Ана сабақ айтқан балдарды да басқа сұрап, мынау кімнің баласы еді, ауылдың балдары ғой, бәрін таниды, жаңағы мақтап, арқаларын қағып кететінін өзім талай көргем. Сондықтан да болар, осы жанұядағы біздер 5 бала болдық, соның 3-еуі мұғалімдік жолды таңдадық. Соның ішінде мен кейін осы университетке ауысып кеттім. Қалған 2 балам осы мұғалімдік жолдан зейнеткерлікке шыққан азаматтар. Ал енді кейін университетке келіп, осы университетте жұмыс істеп жүргенде, әрине мен өзім мынау Құдайберген Жұбан сияқты ұлы тұлғаның төл баласы Есет Құдайбергенмен бірге жұмыс істеп, сол кісінің басшылығымен, сол кісі басшылық жасайтын кафедрада жұмыс істеген кездерімде мен үшін ерекше кезең. Сол кездерде осы менің мектепте жұмыс істегенімді біліп, сол Есет ағайдың өзі Құдайберген Жұбановтың әдістемелік мұрасы зерттелмей қалып жатыр. Құдайберген Жұбанов тіл білім саласында ғана, түркология саласында ғана еңбек еткен тұлға емес, оның психология саласында, педагогика саласында, әдістемеде, жалпы көптеген ғылым салаларында қалдырған іздері бар. Соның еңбектерін қарау керек, ашу керек, зерттеу керек. Осы бағытта педагогика, әдістеме бағытында сен ізденіп көрсең қайтеді деген маған ұсыныс айтқан болатын. Сол ұсынысты мен үлкен жаңағы ілтипатпен қабылдап, ол маған мен үшін бір жағынан жауапкершілікте болды. Сол кәдімгі шығармашылық қызметінде сол алдымен бүкіл тіл біліміне қатысты, басқа да салаға қатысты еңбектерін оқып, ізденіп, шынымен де мынау әдістемеге қатысты, оның ішінде қазақ тілін оқыту әдістемесіне қатысты, лингводидактикаға қатысты, ұлттық педагогикаға арналған көптеген ойлары, пікірлері ашылып жатқан
түсіндім. Соның нәтижесінде енді ізденістің барлығы ізденістің нәтижесінде 2008 жылы Алматыдағы абай атындағы ұлттық педагогикалық университеттің жанында диссертациямды Құдайберген Жұбаевтың әдістемелік мұрасы тақырыбындағы диссертациямды сәтті қорғап шықтым. Міне сол ізденіс әрі қарай да жалғасып келе жатыр. Қазіргі күнде де осы бағытта жалпы педагогиканың, ұлттық педагогиканың теориялық практикалық мәселелері қазіргі заманғы технологиялармен байланысын зерттеп, осы бағытта ізденіс жасап келемін. Магистранттарға да, докторанттарға да, өзіміздің студенттерге де осы бағыттағы өзімнің ой саптауларымды, білген ізденістердің нәтижесінде келген өзімнің ой тұжырымдарымды әрқашан тағылымдарымды айтып жүремін. Сізге жауабыңызға көп рахмет. Сіздің жауабыңыздан өте мағыналы әңгімелер болып жатыр. Соның ішінде сіздің осы педагог мамандығына, осы ғылым жолына келуіңізге басты себеп мына әкеңіздің ықпалы болған екен. Ата-анаңызда осы педагог осы ұстаздық жолында болғаннан кейін негізі айтады ғой жаңағы ұшқанда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп. Негізі қазіргі қоғамға да өте қажетті мәселелер деп ойлаймыз. Яғни қазіргі біздің қалыптасып келе жатқан қоғамда балаларымыз осы ата-анасына қарап бой түзейді. Сол арқылы сізден өте керемет, мағыналы, ашық жауаптар келіп жатыр. Сізге көп рахмет. Мен қарата жалғастыратын болсақ, негізі мен байқағанымдай, осы оқу ғимаратында, яғни Құдайберген Жұбанов Ақтөбе өңірлік университетінің бас ғимаратында 4-ші қабатта 418-ші Жазықов атындағы 418-ші аудитория жайында бізге айтып өтсеңіз, мен сол аудитория жайында білгім келеді. 2020 жылы осы әкеміздің 100 жылдығы облыс республика көлемінде аталып өтті. Сол кезде жалпы қазан айында туған ол кісі 20 жылдың аяғында. Ол енді нағыз коронавирус пандемиясының кезеңіне тап болды. Бірақ сол пандемиядағы қатты өте үлкен нелер болды, шектеулер болды. Сол шектеулердің кішкене азая бастаған кезеңі болатын. Мінекей өзінің туған жері Байғанин ауданындағы Кеңесші селосында оның алдында 5-6 жыл бұрын мектеп ашылған болатын. Сол мектепте үлкен шаралар болды. Облыс орталығында, облыстағы сақтаған Бәйішев атындағы әмбебап кітапханада, аудандағы мұражай, облыстағы мұражайларда көптеген шаралар жүзеге асырылды. Сондай шаралардың бірі ретінде біздер енді ата-анамыздың кезінде білім алып, өздерінің Ақтөбе мұғалімдер институты кезіндегі соғыстан кейінгі жылдарда кішкентай ғана ғимаратта білімін алып, одан кейін сол ізді біздер жалғастырып, осы Жұбанов атындағы университетте сол кісілердің 9 немересі оқыған екен, әртүрлі мамандықтар бойынша. Бәрі бірден педагог емес, әртүрлі мамандықтарда. Солардың ізі қалған, олардың қазір көпшілігі білім жалпы халық шаруашылығының басқа да салаларында осы Ақтөбе облысында еңбек етіп жатыр. Енді қарап отырсақ, осындай ізі қалған жерлерде неге біз қандай да болмасын оқу кабинетін жабдықтамаймыз, неге қандай да болмасын өзіміз оқыған білім ордасына аз да болса сый құрметімізді көрсетеміз деген ұсыныстар айтылды жастар жағынан. Сондықтан да сол немерелері осы кабинетті жабдықтады. Осы педагогика факультетінде 4-ші этажда орналасқан. Қазіргі уақытта қызмет етіп жатыр. Ішінде сол өмірбаяндары, сол кісі туралы айтылған сөздер, көрген жаңағы замандастарын, кітаптар сол кісі туралы.
өзі өмірден өткеннен кейінгі уақытта жалпы сол әкеміз туралы 3 кітап баспадан шыққан екен. Біріншісі Астанадан шықты, естеліктер жинағы 80 жылдығына, 90 жылдығына біз білетіндер батыр деген. Ол да жаңағы нелер естеліктер жинағы. Осы 100 жылдығына шыққан жазғы мектебі деген үлкен жазғы атындағы мектептің тарихын қамтитын, Айғанин ауданының тарихын қамтитын бөлме. Соларды қойдық. Міне қазіргі уақытта оқушылар, студенттеріміз білім алып, сол жерден өздерінің оқу процесі күнделікті жүріп жатыр. Бірақ енді бұл жердегі біздің мақсатымыз тек әкеміз туралы айтып қана қоймау болатын. Әуелдегі басты мақсаттарымыздың бірі ол сол жастарға патриоттық тәрбие беру. Ақтөбе өңірінен шыққан талай тек қана Ұлы Отан соғысының ардагерлері емес, басқа да көптеген батырлар бар ғой. Сонау қазақ баласының қашанда батырларға кенде болмаған. Солардың өмірін насихаттау, соларға арналған кештер ұйымдастыру, соларға арналған көрмелер ұйымдастыру деген сияқты біздің әртүрлі мақсаттарымыз болды. Және сол мақсаттарды да орындап келе жатырмыз. Қазіргі уақытта сол шарадан өткізілген әртүрлі суреттерді де іліп қойдық. Сол кабинеттің ішінде жаңа өзіңіз көрдіңіз. Яғни сол арқылы мен жастарға мінекей біз ешқашанда өзіміздің алдымыздағы үлкен аға ұрпақтың ерлігін ұмытпауымыз керек. Қандай адам болса да ол соғысқа барып, жаңағы еңбекте, бейбіт еңбекте де қарапайым еңбегіме көзге түсті ме, бұлардың барлығын да ұлықтауға лайық деп, сол кабинетте тек батырларды, соғыс батырларын ғана емес, еңбек батырларын да ұлықтауға мүмкіндік бар деп есептеймін, және сол істеп жатырмыз. Рахмет. Аудиторияны жаңа сізбен бір көріп шықтық. Аудитория жалпы өте жоғары деңгейде жабдықталған көрініп тұр. Сонымен қатар сіздің әкеңіздің еңбектері, бірнеше кітаптары барлығымен танысып өттік. Сізге рахмет. Педагогика ғылымының докторы Жарықбаев пен Кеңес одағының батыры Жазықовтың ұстаздық ғылым еңбектеріне сүйене отырып, жас ұрпақ алдындағы болашақ педагогтерге берер тағылымыңыз. Жақсы. Ұлы тұлға Жарықбаев, профессор Жарықбаев пен біздің әкеміздің шынымен де өмірінде қандай да болмасын бір сабақтастық бар деп есептеймін өзім. Екеуі де соғыстан кейінгі жылдары білім алған. Екеуі де шынымен де осы Ақтөбе өңірінен шығып, Ақтөбедегі осы педагогикалық мұғалімдік институтта оқыған. Одан кейін де екеуі ізденіспен жаңағы Жарықбаев атамыз Алматы асып, Алматыда білім қоса, біздің әкеміз де осы өңірдегі жаңағы халық шаруашылығының саласына, мектепті жандандыру жұмысына айналысты деп жауапты айттым. Осы бағытта жұмыс істей жүріп, тағы да жоғары білім алған Оралдағы педагогикалық институттың тарих факультетін бітірген. Міне бұл адамдарды біріктіріп тұрған шынымен де бірінші сол оқу білімге деген құштарлық. Қандай қиын жағдайда болмасын, осы оқу білімнің қажеттілігін түсінген. Осының өзі шынымен олардың өмірдегі сабақтастығын көрсетеді. Сол сияқты егерде Құлағұл ағамыз шынымен де педагогика, психология ғылымдарының докторы атанып, осындай биік дәрежеде қазақ ғылымын жоғары деңгейге қоюға үлес қосқан, теориялық тұрғыда дамытқан ғалым болса, мен өзім әкемді ойлаймын, шынымен де бұл кісі анау нағыз ұстаз ретінде сондай ғылым ілімнің негіздерін мектепке беруге тырысқан, тек оқушыларға емес, сол мектепте білім беріп жүрген ұстаздарға үйретуге тырысқан азамат. Сондықтан да екеуінің арасындағы осындай педагогикалық көзқарас қашанда маңызды, әлі де болса маңызды болып қала бермейді деп ойлаймын. Соғыс кезіндегі Отан соғысында барлаушылар батальон, рота командирінің орынбасары қызметіне барған екен. Яғни барлаушы деген тіл алып келіп жаңағы
немістердің алдағы уақытта болатын операцияларын жоспарын бақылап жаңағы тіл алған адамдарынан жауап алу ғой. Мұның қарауында 5-6 жауынгер болған. Әр 2 күн сайын естеліктерінде жазылған жаңағы үлкен операцияға түнде шығып отырған жаңағы үлкен Днепр сияқты өзендерден кесіп өтіп ар жағына жаудың жаңағы шегіне кіретін болған. Сонда мен ойлаймын, көп жағдайда осы кісінің осындай көзсізгерлік жасауына, өзінің де айналасындағы адамдарды сақтап қалуда да осы ұстаздық кезінде жаңағы соғысқа дейінгі уақытта ұстаз болған қандай да болмасын тәжірибесі, аз тәжірибесі оған көмектескен сияқты. Себебі әр солдаттың басынан сипап, әр солдатқа ақыл айту, өзі жас болса да, солардың командирі болғаннан кейін оларға бір жаңағы тек қана командир көзімен емес, ұстаз, соның жаңағы бір ақылшысы ретінде қарауының өзі сол ұстаздықтан басталған жол шығару. Кейін де сол жолдан таймай, ұзақ үшін осы салада еңбек етуі де сондықтан шығар деп ойлаймын. Және білетіні өмірде бұл кісілер кездескенде болуы мүмкін. Енді біздің әкеміз 62 жасында өмір сүрді. Жарықбаев атамыз, Құдайға шүкір, шынымен де көп жыл өмір сүріп, мынау тәуелсіздікті көріп, одан кейін де өзінің ғылыми еңбектерін, ізденістерін жариялап, мынау тәуелсіздік жылдарында да өте үлкен ғылымда ізі қалған адам ғой. Бірақ сол анау өмірінің соғыстан кейінгі жылдардан бастап мен өзім ойлаймын, 70-ші жылдарға дейінгі өмірде мысалы ол кісі олар кездесіп, болмаса мысалы менің әкем ол кісінің еңбектерімен, ғылыми ізденістерімен таныс болған шығар деп ойлаймын. Сондықтан да әрине осы педагогикалық тағылым осылай әрі қарай да бүгінге дейін кейінгі ұрпақтардың арасында да жалғаса беретініне сенемін. Сұхбатымызды әрмен қарай жалғастыратын болсақ, тәрбие тал бесіктен деген нақыл сөздің мағынасы тереңде. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Ұлы істің бастау бұлағы, қайнар көзі бұл әрине біздің отбасымыз. Отбасындағы тағылым мен үлгі өнегені ата-аналарынан алған бала өмірлік жолда қашан да азық ететіні сөзсіз. Соның ішінде балаға жол бастау болар әке тәлім тәрбиесі баланың өмірінде тұлға болып қалыптасуына да бір үлкен ерекше рөл алмақ. Мақпал ханым, қазіргі қоғамдағы әке рөлі, әке мектебі өскелең ұрпаққа қаншалықты маңызды және тәрбиелік маңызы бар екендігі жөнінде өзіңіздің тәжірибелеріңізбен ұштастыра айтсаңыз. Қазіргі қоғамға байланысты, заман талабына сай. Әрине енді әке тәрбиесі қашанда керек. Әке тәрбиесі туралы өте сонау ерте кездегі ойшылдардан бастап әлі күнге дейін талай ғалымдар да ойшылдар да жазып келеді және жаза бермек. Қазіргі заманда әрине мүмкін осы әке тәрбиесіне қатысты кейбір қателіктер болып жатқан шығар. Үлкен өмірге қадам басатын кезде қандай мамандыққа барасың, не таңдайсың, осы мамандықтың қиындығы мынадай, мына жолды таңдасаң да болады, мысалы мынадай мамандық қыз бала үшін ауыр деп айтқан сөздерінің өзі мысалы біздерге бір тәрбие болатын. Оның үстіне шынымен де біздер мысалы ауылдың баласы болдық, көбінесе жаңағы каникулда болмаса көп ауылымызға да бара да бермедік. Сондай кездерде сол үйімізге барғанда әкеміздің алдымыздан шығып ыңғайымыздан сүйуі, жақсы жылы қазақтарды сабағымызды жағдайын сұрауы, сессиямызды қалай бітіргені, мынау зачетка деген болатын ол кезде қолымызда жүрген, қазір көбісі енді электрондық түрде ғой. Соны көріп, соны ішінде нашар баға болмауына тырысатынымыздың өзі сол біздің әкемізге барғандығымыздан, ол қорыққанымыздан емес қарап отырсақ. Сондықтан да осы бағыттағы әкелер мектебі қазіргі таңда еліміз егемендік алуымен одан сайын жандана түсті деп есептеймін.
қазіргі уақытта барлық мектептерде осы бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жанұядағы ер баланың рөлі, әкенің рөлі, әрбір жаңағы жанұяда бірнеше бала болса, соның ішінде әсіресе мысалы алғашқы баланың рөлі деген сияқты мәселелер қазіргі уақытта өте маңызды. Біздер студенттерді практикаға көп апарамыз ғой. Сол практик мұғалімдердің де тәжірибесінен мен осы бағыттағы жұмыстардың көп жасалып жатқанын көріп жүріп байқап жүрмін. Ал мұның барлығы сол жаңағы жоғарыда айтып отырған өзіміздің әңгімемізге арқау болып отырған Жарықбай ағамыздың еңбектерінде де осы халықтық тәрбие мәселесі, ұлттық тәрбие, оның ішінде жаңағы отбасы, жаңағы өзіміз айтып отырған әке тәрбиесі мәселесі ерекше сөз болады. Сондықтан да біздер осы Жарықбай сияқты танымал ғалымдарымыздың еңбектерінен осындай мәліметтерді көп іздеуіміз керек, қарауымыз керек. Олар ол кісі зерттеген анау әл-фарабидің еңбектерінен бастап Абайдың қара сөздері, мысалы осылардың барлығы тұрып тұрған тәрбие. Олай болатын болса, осы із, осы айым әрі қарай өзінің жалғасын табады деп сенемін. Рахмет сізге. Байғайын өңірінен шыққан батыр асыл тұяқтылардың ізі, сынығы, батыр ұрпағы, батыр қызы, құрметті Мақпал Жазыққызы, бүгінгі сұхбатымызға арнайы шақыртуымызды қабыл алғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Сіздің де әке жолын қуып ұстаздықтан басталған ғылыми еңбек жолыңыз болашақ ұрпаққа үлгі, үлкен сеніммен қанат қаққалы отырған болашақ келер ұрпаққа, соның ішінде болашақ педагогтерімізге педагогикалық қызмет жолын 3 сөзбен тәмамдасаңыз, жеткізсеңіз. Педагогтық жолда шынымен өте маңызды педагогтың атқаратын қызметі, осы қоғамдағы рөлі бәрімізге түсінікті, бәріміз де білеміз. Әрине мен осы жерде 3 сөзбен айтатын болсам, оның біріншісі ол ешкім үшін жаңалықта емес шығар. Қай жердің қызметкері болса да, жоғары оқу орны болсын, мектеп, тіпті балабақша болсын, ол өзінің ісін сүйіп істейтін болады, жауапкершілікпен атқаратын болады. Ол әрқашан ыңғайы жоғары, шәкірттері сүйген, елі сүйген осы қоғамның ұстазы болатын айтты. Рахмет сізге. Біз үшін де өте жоғары деңгейде сізде батырдың қызымен сұхбат жүргізгенге, біздің сұхбатымызға келісіп сұхбаттасып отырғаныңыздың өзі мен үшін үлкен мәртебе. Сізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Сіздерге де көп рахмет. Сау болыңыздар.